көрсетілген суреттердің ішінен басқаларға ұқсамайтын заттың суретін тауып көрсете қой және неліктен екенін айтып өт. Суретке зейін қойып қараймыз. Бірінші сурет: бәтеңке, көйлек, сарафан және күртеше. Қай зат бұл жерде артық? Кәне суретін таба қойшы. Дұрыс таптың. Әрине, бұл жердегі артық зат ол бәтеңке. Ол бізде аяқ киімге жатады, сондықтан да артық. Алма, алмұрт, пияз және апельсин. Бұл суреттегі қай затты артық деп ойлайсың? Кәне суретін көрсете қойшы. Бұл жердегі артық зат ол пияздың суреті, себебі ол пияз көкөніске жатады. Доп, пирамида, кактус және машина. Қай зат артық? Суретін тауып көрсетші. Бұл жердегі артық зат ол кактус, себебі ол бөлме өсімдігі. Машина, автобус, тікұшақ, трактор. Қай зат артық? Суретін тауып көрсетші. Әрине, бұл жердегі артық зат ол тікұшақ, себебі ол әуе көлігіне жатады. Сондықтан да бұл жерде артық зат болып тұр. Түймедақ, биде гүлі, қоңырау гүл, саңырауқұлақ. Қай зат басқаларға ұқсамайды? Артық болып тұр. Кәне суретін тауып көрсетші. Бұл жердегі артық зат ол саңырауқұлақ. Кітап, дәптер, сурет дәптері және төсек. Қай зат артық? Суретінен көрсете қойшы. Бұл жердегі артық зат ол төсек. Өйткені ол төсек бізде жиһазға жатады. Дәптер, сурет дәптері, кітап ол бізде оқу құралдары. Қаз, үйрек, тауық және күшік. Қай сурет артық? Жарайсың балақай, бүгінгі ойынға сен өте белсенді қатыстың. Келесі кездескенше сау бола ғой.